Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тез дайындалатын бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін 1 стакан ұнға жарты шай қасықтай ас содасы, 2 шай қасық қант, 1 жұмыртқа, татымына қарай тұз қосып араластырамыз. 2-3 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Араластырып, ұнды 2,5-3 стакандай. Мен 3 стакандай ұн қостым. Граммен өлшегенде 450 грамдай. Бірақ ұнды жайлап біртіндеп қосу керек. Қамыр қатты болмау керек, жұмсақ қамыр болу керек. Тындырып қойдым. Кейін 2-ге бөліп соқ 2-ге бөліп жайып қызғалмайға пісіріп аламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басыңыздар, видеом ұнаса. Және видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.